Сәлем достар, қасиетті Рамазан айының соңғы 10 күндігі де келіп жетті. Осы 10 күндікте мыңайдан да қайырлы қадір түні бар деген көптеген болжамдар айтылады. Ал кей деректерде қасиетті түннің тақ түндерге сәйкес келетін хадис шарифтер бар. Бұл туралы Абу Сағид, Алла оған разы болсын, руаят етуінше Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам: расында маған қадір түні көрсетілген еді, содан соң ол маған ұмыттырылды. Дегенмен оны Рамазанның соңғы ондығындағы тақ түндерден іздеңдер деген. Ендеше 83 мың жылға татитын қадір түнін құр жіберіп алмас үшін қандай амалдарды жасаған дұрыс? Жалпы қадір түнінің қасиеті неде? Бүгінгі видеодан осы сұрақтарға жауап тауып қана қоймай, мол сауапқа кенелуге қадам жасайтын боласыз. Олай болса видеоны соңына дейін көріп, лайк басып каналға жазылып кетуді де ұмытпаңыз. Ал кеттік ендеше. Қадір түнінің мыңайдан артық екендігі Қадір сүресінде ашық баян етілген. Осы түні жасаған құлшылықтарымыз 83 жыл жасалған мінәжаттың сауабына татиды. Ал бұл түнді жіберіп алған кісі көп нәрседен мақрұм қалады дейді ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Рамазан айында 1000 айдан да артық бір түн бар. Кім оның жақсылығынан мақрұм қалған болса, шын мәнісінде көп нәрседен мақрұм қалғаны. Бұл түннің қадір түні деп аталуының екі мәні бар. Біріншісі, адамдардың келесі жылғы өмірі мен өлімі, ризық несібесі, тағдыры белгіленетін түн. Екіншісі, қадірлі, қасиетті ұлық түн. 1000 айдан артық бұл түн өзге түндерден қадірі асқақ, олардан ұлық, берекесі мол. Сол себепті де қадір қасиетті мол түн деген атауға ие. Бірінші мәні жайында сахаба Абдулла ибн Аббастың, Аллах оған разы болсын, қадір түнінде сол жылғы жақсылық пен жамандық, ризық несібе, өмірдің мөлшері тағдырға жазылады. Тіпті пәленше осы жылы қажылыққа барады деп, қажылыққа кімнің баратынын да жазып қояды дегендігі тәпсір кітаптарында келтіріледі. Сондай-ақ Хасан, Мүжахид және Катада қадір түні сол жылы болатын барлық істер, ненің жаратылатыны, қаншалықты ризық несібе берілетіні, өмір сүру уақыты белгіленеді деп отыр. Сондай-ақ жаратушы иеміз Духан сүресінде: біз ол Құранды берекелі түні түсірдік дей келе, қадір түнінің берекелдігін басып айтса, ары қарайғы аятта: және сол түні барлық дана істер белгіленеді дей келе, қадір түнінің аталмыш екі мағынаны да қамтитынына назар аудартып тұр. Енді осы берекелі түннің сауабынан мақрұм қалмау үшін не істеген дұрыс, қалай өткізген абзал? Біріншіден, намаз оқу. Тахаджуд намазын, қаза намаздарын, түрлі нәпіл намаздарды оқыған дұрыс. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: кім-де-кім қадір түнінің қасиетіне сеніп, ондағы сауабына кенелемін деген мақсатпен намаз оқса, онда оның өткен күнәлары кешіріледі деген. Екіншіден, Құран оқу. Үшіншіден, Алладан кешірім тілеп, одан дүние ақыретімізге пайдасы тиер нәрселерді сұрау. Айша анамыз, Аллах оған разы болсын, Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассаламнан: егер қадір түніне дәл түссем, онда қандай дұға айтайын деп сұрайды. Алла оған разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына дұғаны оқы: Аллахумма иннака ғафуун тухиббул ғафува фағфуф ғанни деп жауап береді. Мағынасы: уа жаратушым, шынында сен жарылқауды жақсы көресің, мені жарылқай көр. Атақты әрі беделді хадисші Сафуану Сауру өзінің бір сөзінде: бұл түні дұға етіп, Алладан кешірім сұрап тілек тілеу мен үшін намаз оқудан қайырлы. Егер Құран оқып, артынша дұға етіп отырса, тіптен жақсы деген. Себебі бұл түн көптеп Аллаға дұға етіп, кешірім тілеу түні. Төртіншіден, дұғамыздың арамызда елімізге амандық, жұртымызға тыныштық, иман тілеуді де ұмытпағанымыз жөн. Сондай-ақ әлемнің түкпір-түкпірінде жәбір көріп жатқан мұсылман бауырларымызға Алладан жәрдем сұрайық. Бесінші, пікірлеу. Алланың ұлықтығы, исламның ұлықтығы, Құранның ұлықтығына ой жүгірту, айтылған уағыз насихаттарды көкейге тию. Алтыншы, Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахил ғазим, Астағфирулла, Альхамдулилля, Аллаху акбар, Ла илаха илаллах сынды зікірлерді көбірек айту керек. Қадір түнінде Жәбірейілмен бүкіл періштелер жер бетіне түседі. Бұл туралы аталмыш сүреде періштелер мен рух түсіріледі деген аят бар. Мұндағы рух сөзін ғалымдар Жәбірейіл періште деп тұжырымдар жасаған. Олар бұл түнді ғибадаттармен өткізген миллиондаған мұсылмандардың шын ықыластарын, ниеттерін байқап, тілек дұғаларына
әмин, әмин деп, ал қиямет қайымда қадір түніндегі жасаған ғибадаттарымызға, құлшылықтарымызға куә болады. Алайда бұл түнде мынадай 4 топтағы кісінің тілегі қабылданбайды. Олар арақ ішкіш, ата-анасының қарғысын алған, туыстарынан қол үзген, мұсылман бауырымен 3 күннен артық араздасып жүрген адамдар. Міне, осындай сауапты амалдарды орындай отырып, 83 жылдық сауапты бір түнде қоржынымызға жинап алайық. Құрметті мұсылман қауым, Алла істеген қайырлы істерімізге еселеп сауаптан жазсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.